Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді тефтели дайындаймыз. Ең алдымен бізге фарш және де май, пиязды қолыңызбен турап аламыз. Және де оның үстіне күрішімізді және дәмдеуіштерімізді саламыз. Мұнда қара бұрыш, кристаллик және тұз. Қолымызбен жақсылап басып біріккенше езіп аламыз. Фаршымыз біріккеннен кейін салафанға салып, морозилкаға 1,5-2 сағатқа салып аламыз. Бұл тефтелилар піскен кезде езілмейді, шашылып кетпейді және де ешқандай жұмыртқасыз дайындалады. Және де бір жасағаннан шығады. Осылай пакетикке салып алғаннан кейін морозильникке 1-2 сағатқа жібереміз. 1-2 сағаттан кейін морозильниктен шығарғаннан кейін қайтадан массировкадан өткізіп аламыз. Егер массировканың тістері сіздерде ірілеу болса, онда 2-3 қайтара өткізіп алғаныңыз дұрыс. Ал егер майда болса, бір ғана рет өткізіп алсаңыздар жеткілікті. Осылай барын өткізіп алғаннан кейін барып, тағы да қолыңызбен 1-2 рет езіп алыңыздар. Одан кейін барып, өздеріңізге керек формада барлығын весімен тартып алсаңыздар болады. Дәл видеодағындай етіп, қолдарыңызбен домалақтап шарик жасайсыздар. Және де мұздай сумен қолыңызды сулап, барлығын тефтелиларды домалақтап аламыз. Дәл видеодағындай жасасаңыздар өте оңай. Тефтелиларымызды осы шарик жасағаннан кейін барып, пергамент қағазын төсеп, морозилкаға сақтауға болады. 3 айдан 6 айға дейін сақталады. Кез келген уақытта тағамдарды дайындап бере бересіздер. Өте оңай, жасап көріңіздер, дәмді болады, сіздерге ұнайды. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Мені қолдап пікір қалдырғандарыңыз үшін рахмет. Жақындарыңызға бөлісіп, комментарий бөліміне қандай тағамдар күтетіндеріңізді жазып кетіңіздер.